Достар, сіздерден маған өте қатты көмек керек болып тұр. Яғни кеше бізде 2030 подписчик болған, ал қазір 1960. Яғни достар, YouTube кеше бізге қосылған подписчиктерді накрутка деп ойлап алып тастады. Сол үшін сіздер барлық аккаунттарыңызбен тіркеліп, достарыңызға, класстастарыңызға, туыстарыңызға айтып тіркелуін сұрағандарыңызды қалаймын. Және де достар, егер де менің фанатым шын адал подписчигім болсаңыздар, осы видеоны ең аяғына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бұл видео біздің каналымызда шыққан видеолардың ең маңыздысы деп айтуға болады. Осы видео бастамай тұрып, мен сіздерге Армания Блог деген каналды ұсынамын. Бұл канал деген өте керемет. Мінекей шапкасы өте качественный, авасы да качественный. Қазір 1450 подписчик бар екен. Давайте 1500-ге жеткізіп тастайық. Давайте қараңыздаршы, видеолар өте качественный, превью барлығы өте тамаша. Ссылкасы описанияда болады. Давайте тіркелейік. Өте керемет, мощный, сочный канал. Ссылкасы описанияда. Давайте тіркеліп қолдаймыз. Даже мен өзім бұл каналға тіркелгенмін. Превьюн, видеом бүкіл қарасаңыздар өте қызықты, керемет превьюлар. В общем, достар, ссылкасы описанияда. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Кіріп тіркелеміз. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Бәріне сәлем достар, қазір мен деген сіздерге видеоны сабақ оқып отырып түсіріп жатырмын. Яғни мен сабақ оқып отырдым, және де YouTube'ға кірсем, YouTube бір нәрсе білдірген. Енді ол күлетін нәрсе емес достар. Кеше менде 2030 подписчик болған. 2030 подписчикке кеше жеткенбіз, базар жоқ, жеттік. И потом мен кеше ойладым, яғни бүгін жаңағыдай 2000 подписчикке видео түсірем, конкурстың жауабын анықтаймын деп ойладым. Сосын жаңа ғана енді ішім пысып отырып, сабақты орындап тастап, YouTube'ға кіріп қарасам, -70 подписчик алып тастаған. Яғни 2030 подписчиктен -70 алғанда 1960 подписчик қалды. Достар, енді сіздерге айтарым, давайте каналға подписаться етіп, астыға түсіп, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздаршы, өтініш. Маған қазіргі күнде өте қолдау өте көп керек, сондықтан да лайк басып, комментарийға өздеріңіздің любой сөздеріңізді жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сіздерге неше аккаунт бар, бүкілмен подписаться етіңіздер, жоқ болса ашыңыздар, немесе туыстарыңызға, класстастарыңызға, достарыңызға менің каналымды айтыңыздар, олар да менің каналымды білсін, тіркелсін. Және де үйіндегі ата-аналарыңыздың соткаларынан да тіркеліңіздер. В общем, достар, менің арнама көмек керек, сондықтан да барлық аккаунттарыңызбен тіркелулеріңізді сұраймын. Және де бүгін мен сіздерге алдыңғы конкурстың жауабын анықтайтын боламын. Осылай сіздерге айтарым, тек қана маған қолдау керек, сондықтан да барлық аккаунттарыңызбен тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып отырсаңыздар, маған жақсы видео түсіруге мотивация болатын еді. Себебі мен деген көп видео түсірмей жүрмін, себебі видеоға идея жоқ, және де мотивация да жоқ, желание да кетіп қалды. Еще YouTube оның үстіне подписчикті алып тастап жатыр, еще сабақ тест бар, сондықтан басым ауырып кетті. Сондықтан да маған көмектескіңіз келсе, онда подписчик жинап, барлық аккаунттарыңызбен тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды өтініп сұраймын достар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Сіздерге конкурста кім жеңді, соны айтатын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ал енді достар, біз деген 3 апта бұрын жасаған конкурстың жауабын анықтайтын боламыз. Негізі мен 2000 подписчикте анықтаймын дегенмін, бірақ та 2000 подписчиктен асып кеттік, бірақ YouTube оны накрутка деп ойлап алып тастады. Және де бүгін анықтайтын боламыз. Бірінші орын 2000 теңге, блогер Сакома. Атын ұмытқам, әйтеуір мына жерде скриншоттар шығады. Әйтеуір Сако дегені бар, блогер Сакома, сондай. В общем, сен 2000 теңге ұтып алдың, жай ғана мен қатысам деп жазып кетіпсің. Егер де осы видеоны көріп отырсаң, комментарийға өзіңнің WhatsApp номеріңді жазып кет, мен сенің WhatsApp-ына жазып, Kiwi, Kaspi деген сияқты бүкіл кошелектарына 2000 теңгені салып беретін боламын. В общем, солай достар. Ал ендеше екінші орынды анықтауға кет.
Достар, екінші орында Дәулет Беріков деген бала мен қатысам деп жазып кетіпті. Сен Дәулет Беріков 1500 теңгені ұтып алдың. WhatsApp номеріңді қалдырып кет. Егер де осы видеоны көріп отырсаң, WhatsApp-ына шығып, Kiwi, Каспи өзіңе қалаған кошелегіне 1500 теңгені лақтырып беретін боламын. Және де достар, мен бұл жеңімпаздардың бүкіл рандомайзер сайты арқылы анықтап жатырмын. Ешқандай да не жоқ. Өзімнің туыстарым, достарыма беру деген жоқ. Комментарийдан, чисто комментарийдан алып тауып беріп жатырмын достар. Достар, үшін үшінші орын 1000 теңгені Нурик Ежіп деген бала ұтып алды. Мен қатысам деп жазып кетті. Достар, негізі шарты мен қатысамын деп және де WhatsApp или ВК или Instagram'да қалдыру керек. Бірақ та сіздер жай ғана мен қатысам деп қалдырыпсыздар. Үш победительді солай қалдырыпты. Жарайды. Нурик Ежіп, сен осы видеоны көріп отырсаң, комментарийға өзіңнің WhatsApp номеріңді или ВК или Instagram қалдырып кет. Мен саған жазып, Kiwi, Каспи неше түрлі кошелектарына, өзің қалаған кошелегіне 1000 теңгені салып беретін боламын. Вот достар, 3 победительді анықтадық. Егер де көріп отырсаңыздар, победительдер комментарийға номеріңізді қалдырыңыздар, салып беретін боламын. В общем, достар, бүгін осы видео аяқталды. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, арнаға подписация етіңіздер. Және де келесі видеода жақсы видео түсіреміз деген ойдамын. Енді каникул примерно 5-6 күннен кейін басталады. Содан кейін жақсы видео түсіреміз. Вот достар. Сосын барлық аккаунттарыңызбен тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға, туыстарыңызға, класстастарыңызға айтыңыздар, мен каналыма тіркелсін, видеомды көрсін. Және де өздеріңіздің басқа аккаунттарыңызбен тіркеліңіздер, ашып тіркеліңіздер, үйіндегі адамдардың соткаларымен ашып, или бар болса сонымен тіркелулеріңізді сұраймыз. Және де біз мұны алмаймыз. В общем, 70 подписчик алыпсыз, но оны жинау қатты қиын деп ойламаймын. Бір 3-4 күннің ішінде жинап аламын деп ойлаймын. Енді достар, сіздердің қолдауларыңыз осы видеода көп болса, онда жақсы болатын еді. Вот, маған мотивация болатын еді. Егер де осы видеода 300 просмотр, бір 50-60 лайк болатын болса, маған жетеді. В общем, солай. Сіздермен болған келесі видеода кездескенше, пока.